Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Творожный пирог дайындаймыз. 30-40 размеріндегі електен өткізілген ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Крошка жасайтын боламыз. Екі қолымызбен араластыра отырып, барлығы осылайынан бірігуі қажет. Енді осының үстінен шекерімізді саламыз, разрыхитель саламыз, 2 жұмыртқамызды салып, осылайынан жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлығы басы біріккенше осылайынан қамыр илеп аламыз. Басын біріктіре отырып, жұмсақ қамырымызды енді холодильникке 20-25 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Менде осындай творогтың үстінен шекерімізді, 20% қаймағымызды, 2 жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен осылайынан араластыратын боламыз. Барлығын басы біріккенше осындай сұйық массамыз пайда болады. Барлығын осылайынан араластырамыз. Енді қамырымызды алып, осы қамырымызды ұн себіп отырып, жаятын боламыз. Барлығын осылайынан жайып аламыз. Осы қамырымызды, жұмсақ қамырымызды осылайынан оқтаудың көмегімен жайып, енді менде тапан үстінен осылай форма қойып алдым. 30-40 размердегі, астына пергамент қағаз қойып, осылайынан бір тегіс етіп, жан-жағын барлығын жұқалап етіп жайып шықтым қолдың көмегімен. Начинкамызды салып, барлық начинкамызды осындайынан тегістеп шығамыз. Бүкіл жеріне тегізіп, жан-жағын бәріне тиіп тұру қажет. Енді осыны жан-жағындағы қамырларын үстінен осылай сілкіп аламыз да, жан-жағын басып шығатын боламыз. Массамыздан сәл ғана жеткізбей, осылайынан бір тегіс болып басып шығамыз. Мінекей 160 градуста 40-45 минуттай пісіріп алдым. Бетіне осындай сахарный пудрамызды сеуіп әрлесеңіздер де болады. Мысалы, ягодымен пісіретін болсаңыздар, кукурузный крахмал қосып пісіретін боласыздар. Осындай бөліктерге бөліп, сатылымға шығарсаңыздар да болады. Бір осындай пирожныйдан 30-35 штук осындай пирогтарымыз шығады.